Assalamu alaikum, желі қолданушылары, қалайсыздар, амансыздар ма? Сақтар жақсы ма? Біздер полифосфат жапсыру сырларында қысқаша тағы бір пайда айтып жіберейік. Жалпы полифосфатты қабырғаға жапсырған кезде біздің бастайтын бөлігінен бес қатардан шығарып алып жүк тартылады осыра. Осы бес қатар уровень салғанда осыны жалпы осыны осылаймен қисық тегіс жатқанын байқау керек, сосын осылай қисық тегіс жатқанын байқау керек. Мына бұрыштарын түзу қисығын қарамай қойсаңыздар болады. Себебі біздің әуелгі үйдің қабырғасы түзу қаланған, жалпы уровень салынып, сол қабырғаға мына полифосфатқа балшық жағып, пена жағып жапсырсаңыз, сол есеппен кете беруі керек. Түсініп отқан шығарсыздар да. Бұл полифосфаттардың осы қырларына уровень салудың қажеті жоқ. Және мына қырының тегістігіне уровень салудың қажеті жоқ. Оны балшықты полифосфатқа жағып, қабырғаға толық жатқанына көз жеткізсеңіздер, сол тегістеліп есептеледі. Осындай қысқаша пайдалар алдағы уақытта білу керек болған тұстар болатын болса айтып отырамыз. Бізбен бірге болыңыздар, ардақты біздің оқырмандарымыз.